Адам терісі немесе нәсіл әдетте үш негізгі түспен білінеді. Олар ақ, қара және сары. Зерттеулерге қарағанда әлемде көк түсті адамдар немесе нәсілі болған. Бұлар қазіргі түрік халықтары мен монғолдар. Сәбилері дүниеге келгенде көк таңбамен туылатын түрік пен монғолдар бір кезде көк нәсілдің болғанының дәлелі болып табылады. Бұл таңбаны шығыс, орта, солтүстік Азия түркілері, Америка үндістері түркі таңбасы деп атаса, ал монғол тұңғыстар монғол дағы деп атайды. Көк таңбаның негізгі мұрагерлері көк түріктің ұрпағы қазақ. Сонымен қатар бұл таңба Тыва, Моңғол, Қытай, Жапон, Корей, Вьетнам халықтарында кездеседі. Алтай тауы мен қазіргі Моңғол үстіртін мекендейтін ежелгі көк түріктер көк сөзін тәңіршілдіктен емес, нәсілдің ерекшелігі үшін қолданған болуы мүмкін. Көк таңбаның тарихын, мәнін білмейтін кейбір ата-аналар балаларын тері ауруына шалдықты деп түсініп жүрсе, кейбір жастар бұл ерекшелікті кемістік деп қабылдап жасыруға тырысып жүр. Кейбір ұлттар жасанды жолмен түрлі татуировка салып жүрсе, түрік ұлттарына Құдай өзі нәсілдік белгі жаратқан.